Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын тіске басар рецептісімен бөлісетін боламын. Бұның құрамы пиццаға ұқсайды, бірақ өте дәмді болып шығады. Пиццадан да өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық құрамдарын астына жазып қалдырамын. Видеоны толығымен көріп шығыңыздар. Ол үшін бізге қажет болады су, жылы су, тұз, қант және ашытқы, қамыр ашытқы, сұйық май қажет болады. Ең бірінші жылы суымызды және сұйық майымызды, қантымызды, қамыр ашытқымызды, тұзымызды қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Бөлек-бөлек осылай былғап отырып саламыз. Осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ етіп илеп болғаннан кейін үстіне сұйық маймен майлап аламыз. Біздің қамырымыз сонда жұмсақ болып шығады. 1 сағатқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілу үшін. Біздің қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлігін осылай пицца секілді ысып шығамыз оқтаудың көмегімен. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне томат пастасын жағып шығамыз.
Оның үстіне ары қарай ірімшігімізді теркадан өткізіп, үстіне салып шығамыз. Ары қарай үстіне көк жуамызды ұсақтап турап саламыз. Қалауыңызша әртүрлі көк жүптерден салуға болады. Енді ары қарай осы видеодағыдай рулет тәрізді орап шығамыз. Рулетімізді осылай екі бөлікке бөліп аламыз және үстінен сары маймен жағып шығамыз бір бөлігіне. Енді екінші бөлігін бірінші бөліктің үстіне қойып, видеодағыдай жайғастырамыз. Одан кейін екі жағын бұрай отыра айналдырамыз. Сонда әдемі рулет шығады. Енді екінші қамырымызды да тап осылай жасап шығамыз. Тағы да қайталап көріп шығуларыңызға болады. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз және 30-35 минут арасында пісіріп аламыз. Көтеріліп, өте дәмді болып шығады. Менің видеомды толығымен көрген болсаңыздар, маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Үстіне осылай жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Сонда өте әдемі, дәмді болып шығады. Тіске басарымыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен өте керемет кетеді.